Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Барлық мақтау мен мадақтар жаратушы иеміз Аллаға лайық. Және барлық салауаттар мен сәлемдер ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламға болғай. Құрметті жамағат, өздеріңізге мәлім, бүгінгі біздің сіздермен талқылайын деп жатқан тақырыбымыз ол пайғамбарымыз Алла елшісі, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, оның ұстаған оразасы жайында болмақ. Яғни Алла елшісі оразаны қалай ұстаған, ораза жайында бізге не деген және қандай өсиеттер айтып, және қандай бізге хадистер жеткен. Міне осы туралы сіздермен баяндап, сіздермен осы тақырыпты талқылауды бастауға ниет етіп отырмыз. Әуелі бүгінгі қасиетті жұма күні баршамызға мүбәрак болсын. Осы күнге жеткізген Алла тағалаға барлық мақтау мен мадақтар болғай. Және де біз Алла тағаланың бізге осы күнге жеткізіп, сондай-ақ жамағатпен, ара қашықтық сақтап, маскамен болса да бірге осы жұма намазын өткізуге Алла тағала бізге мүмкіндік бергеніне сансыз шүкірлер білдіреміз. Құрметті бауырлар, ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам осы Рамазан айы келгенде, осы айды қарсы алғанда Алла елшісі ерекше осы айды күтетін және ерекше осы айды өткізетін еді. Пайғамбарымыздың осы Рамазан айының атқаруы бәлки керек болса, ай, осы қасиетті ай басталмай жатып, бір ай алдын Шағбан айында дайындық жұмыстарын бастап кеткен болатын. Алла елшісі, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, осы Рамазанның айын қалай кәміл түрде, кемел түрде өткізген болса, тура солай ол осы айдан алдын, былайша айтқанда, барлық мүмкіндіктерді пайдалана отырып, ораза болса қосымша аузын бекітіп, қосымша садақа амалдар жасап, ізгі істер істеп, Шағбан айында дайындық жүргізетін еді. Яғни оның істеуіндегі себеп, біз білеміз ғой, пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның күнәлары кешірілген, бірақ ол үмметтеріне, яғни сізбен бізге Рамазан айын қалай қарсы алу керек екендігін, Рамазан айының алдында қалай біз өзімізді ұстау керектігін көрсету үшін Шағбан айында ерекше мол ықыласпен құлшылық ғибадатын орындайтын еді. Соның ішінде Айша анамыздан жеткен хадисте назар аударатын болсақ, Айша анамыз айтады: Алла тағала одан разы болсын, Алла елшісі, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, Шағбан айында басқа айға қарағанда көбірек ораза ұстайтын еді деп айтады. Бәлкім керек болса толық бір ай ұстайтын еді деп келтіреді. Ғалымдар осы хадисті тәпсірлей келе, осы хадистің мағынасын айта келе, бұлай деп бізге ескертеді. Алла елшісі, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, толық бір ай ұстаған оразасы ол Рамазан айы екені мәлім. Алайда мына хадисте, Айша анамыздан жеткен хадисте, Шағбан айында да толық ұстаған деген хадиске келетін болсақ, бұл жерде бір сөз, былайша айтқанда, қосылынады. Ол сөз ахянан деген сөз. Яғни Алла елшісі Шағбан айында кейде толығымен ораза ұстайтын еді деген сөз. Міне осыдан біз түсінетіміз. Және де тағы бір хадисте қуаттай келетін, осы хадисті қуаттай келетін жерде риуаят етілген еді, Алла елшісі осы екі айды бірінің артынан бірі кезектесіп толығымен ұстап өтетін еді деп бізге риуаят етілген. Демек, біз түсінетіміз, Алла елшісі, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, қасиетті Рамазан айындағы ораза ұстаудың алдын Шағбан айында ораза ұстауды бастап кететін еді. Және осы айда көп ораза ұстайтын, көп құлшылық ғибадат жасайтын, және де осы Рамазан айына дайындығын жүргізуді бастайтын еді деп келеді. Енді Рамазан айына келейік, құрметті бауырлар. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам ол айтады: осы Рамазан айы бізге тозақтан қалқан, тозақ отынан қалқан. Және де бұл Рамазан айы бізге мол мүмкіндіктер беретін ай. Өйткені бұл айдағы жасалған ізгі істер, сауапты амалдар 10 еседен 700 есеге дейін еселене түседі. Яғни қандай да бір жақсы амал жасасаңыз, Алла ризалығы үшін, Алланың ризалығына үміттене отырып, шынайы ниет ықыласпен және де Алладан міндетті түрде сауап берілетіне кәміл сене отырып,
осы Рамазан айында қандай да бір жақсылық жасаған болсаңыз, оның сауабы 10 еседен 700 есеге дейін еселенетін туралы бізге баян етілінеді. Ал енді Рамазан айындағы ұстайтын ораза жайында ардақты пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, ол айтты. Құдси хадисте келеді, құдси хадис. Алла тағала айтады, барлық адам баласының момын мұсылман істеген амалы өзіне тиесілі. Яғни, егер момын мұсылман, қандай да бір момын мұсылман намаз оқыса, оның сауабы өзі үшін керек. Яғни, өзі үшін оны жасайды. Осы дүниеде болсын, ақиретте болсын, Алланың құзырында сауапқа ие болу үшін, жақсылыққа ие болу үшін, жамандықтан сақтану үшін, өзін ізгі жолда, тура жолда жүргізу үшін, өзі үшін сол ғибадатты жасайды. Зекет беру де солай. Зекетті кім беретін болса, оның мал дүниесі, дәулеті көбейеді, дәулеті артады. Және де ол зекет беру арқылы тазарады. Яғни күнәлардан, кемшіліктерден, қателіктерден бойын тазартады. Міне осы туралы хадистерде бізге келтірілген. Ал енді ораза болатын болса, Рамазан айындағы ораза, Алла тағала құдси хадисте айтады, оның сауабын мен өзім берем дейді. Оның сауабы қаншалықты көп екенін ойлана беріңіздер, құрметті жамағат. Егер де қандай да бір ізгі істер жайында хадисте нақты айтылған болса, 10 еседен 700 есеге дейін еселенетін туралы айтылған болса, ал енді ауыз бекітушісіне берілетін сауаптың одан да көп берілетін арнайы сыйды әзірлеген жайында біз соны түсінсек бола береді, құрметті ағайын. Сондай-ақ өздеріңіз жақсы білетіндей, жәннатта ораза ұстаушыларға арналған райян есігі болады. Ол жерде арнайы періштелер Алланың бұйрығымен кел ораза ұстаушылар, мына есіктен, райян есігінен кір деп шақырады екен, Алланың бұйрығымен. Міне қарап тұрсақ, осы дүниеде де Алла тағала ораза ұстаушыға көптеген сый-сияпаттарды әзірлегендігін біз түсінеміз. Ал енді Рамазан айындағы пайғамбарымыздың Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын ұстаған оразасы жайында тағы айтып өтетін болсақ, сәресі жайында сіздермен әңгімені қозғайық. Сәресіде пайғамбарымыз Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын сәресіне қатты көңіл бөлген, сәресіне міндетті түрде тұратын болған, және сол нәрсеге өзінің отбасын, туыс жақындарын үгіттейтін еді, сахабаларға насихаттайтын еді, және хадистерде келетіндей міндетті түрде сәресін ішіндер, өйткені сәресінде сіздер үшін берекет бар дейді. Ғалымдар айтады, сәресінде сондай бір сәт, адамдар бейғам болып жатқан сәт, адамдар ұйықтап жатқан сәт. Мәселен, ораза ұстамайтындар бар ғой арамызда. Сол ораза ұстамағандардың арасынан әдейі тұрып, тамақ ішім, бір сусын болса да ішіп, немесе бір құрма болсын жеп, сәресін атқаратын болса момын мұсылман, оның үлкен бір берекеті бар екенін біз түсінуіміз қажет. Өйткені ол сәтте періштелер сол құлының дұға тілектеріне орай Алла тағаланың құзырында, Алла тағала осы құлының дұғасын қабыл ете көр. Мынау барлығы бейғам болып, ұйықтап жатқан сәтте, жаңағы сухур сәресіне тұрмай, ораза ұстамай, бейғам болып жатқан кезде, мына құлын соның қадір қасиетін түсініп, өзінен сауапты үміт ете отырып, арнайы ауыз бекіту үшін осы сәресіне тұрып жатыр, және дұғасын жасап жатыр. Осы пенденің дұғасын қабыл ете көр деп періштелер айтады екен. Міне құрметті бауырлар, құрметті жамағат, ардақты пайғамбарымыз осы сәресіне қатты мән берген, және сол жайында бізге де айтқан. Сондай-ақ, құрметті жамағат, сәресі кезінде таң намазына жақынырақ кешіктіру, ол сүннет, мұстахаб амал. Кейбір бауырлар болады. Жаңағы ауызашардан кейін, мәселен, құптан намазы болады, тараух намазы болып жатады, кейін жатар алдын тағы да көбірек бір тойып ішіп алады да, болды, міне осы мен аузымды осымен бекіттім деп ниет етеді, сөйтіп жата қалады. Сөйтіп ол не істейді? Сәресін өткізіп алады таңғы. Яғни әдейі сөйтіп өткізіп алады. Мен сәресін іштім, ниет еттім, болды деп. Жоқ, құрметті жамағат. Сәресі дегеніміз ол таң намазын алдында тұрып, 10 минут алдын аузын бекітіп, жаңағы ниетін білдіріп, сәресін ішіп, ауыз бекітуді айтады. Ал енді егер кімде-кім соны істейтін болса, және соны әдетке айналдырса,
соған қатты мән беретін болса, оған сондай бір сауап болады, және ода осы жасағанда берекеті болады. Яғни ұстаған оразасын берекеті болады. Берекет деген сөздің ішіне барлық нәрсе кіреді. Берекет дегеніміз ол Алла тағаланың ризалығы, Алла тағаланың беретін сауабы. Сондай-ақ, және өздеріңіз ойланыңыздар, екі түрлі жағдай болады. Ораза ұстаушылар өздері білет, сәресіне тұрмай қалатын болса, ұйықтап қалатын болса, сол күн біртүрлі бір әлсізденіп, рухани да және өзін денесін материалдық тұрғыда да бір әлсіз өткізген, бір нәрсе жетпей тұрып өткізгенін өзі сезінеді. Соны біз байқаймыз. Ал кім егер сәресін ішсе, ол кешке дейін, ауыз ашарға дейін сондай бір жақсы көңілде, сондай бір кәміл сенімде, міне бүгін мен ораза ұстап жатырмын деп шынайы соны сезіп жатады, шынайы соны сезеді. Міне сондықтан осы сәресіне Алла елшісі қатты мән берген, және соны бізге қайта-қайта айтып ескерткен. Сәресін ішіндер, өйткені сәресінде берекет бар деген. Және құрметті жамағат, мынау ораза ұстаған сәтті алайық. Бұны сәресінен бастадық, енді ораза ұстайтын уақытты алайық, сәтті алайық. Ауыз ашарға дейінгі сәт. Ораза ұстау дегеніміз, ол тек қана ішіп жеуден тыйылуды білдірмейді. Ардақты пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, өзінің ораза ұстаған сәтінде ол құлшылық ғибадатына күндізгі болсын, түндегі болсын, құлшылық ғибадатына қатты аса мән берген. Өзінің қосымша ғибадаттарын, нәпіл ғибадаттарын орындайтын еді. Ізгі сауапты қандай амалдар бар, сол сауапты амалдарға қатты мән беріп, оны ерекше көбірек орындайтын еді. Қандай да бір жаман әрекеттер, жаман істерді көретін болса, оны ескертіп, сахабаларға айтып, соны болмайтын жайында үгіт насихаттарды жүргізетін еді. Сондықтан сол сөздерге орай ардақты пайғамбарымыздың мына бір хадисіне назар аударсақ. Алла елшісі, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, былай дейді: кімде-кім ораза ұстап жатып, егер бос сөзден, жаман сөздерден, өтірік істерден, өтірік сөздерден, соны амал жүзінде асырудан тыйылмайтын болса, онда ол адамның ішіп жеуінен тыйылуынан Алла тағала мұқтаж емес деп келеді. Яғни, кімде-кім ораза ұстайтын болса, бірақ ораза ұстап отырып, ішіп жеуден тыйылғанымен бұғауыз сөз айтатын болса, яғни жаман сөздер айтатын болса, кімде-кім күнә істерді істей беруді жалғастыратын болса, және де кімде-кім сол күнә істерді істеуге себепші болатын болса, онда Алла тағала ондай пендесінің, ондай құлының аштықта жүргеніне, шөлдеп жүргеніне Алла тағала мұқтаж емес. Міне осы нәрсені ардақты пайғамбарымыз бізге ескертіп айтады өзінің хадистерінде. Құрметті жамағат, кімде-кім ораза ұстайтын болса, оның күндізгі уақытында, мәселен, кім егер ыстық, ауа райы ыстық жерде өмір сүріп, былайша айтқанда көлеңкеді саялап, кондиционерді қосып, суық жерде таңертеңнен кешке дейін ұйықтаумен өткізіп, жаңағы сәресін ішіп алып, кешке дейін жайдан жай уақытын құр бос кетіретін болса, онда оның оразасының қаншалықты мәртебесі, дәрежесі болатын, болмайтын ойлана беріңіздер. Ал ардақты пайғамбарымыз не істеді? Ардақты пайғамбарымыз Рамазан кезінде әсіресе көп құлшылық ғибадат жасайтын еді. Күндіз болсын, кешкісін болсын, оны жаңа айтып өттік. Сондықтан бізде момын мұсылмандар күндізгі уақытты көбірек пайдаланып, мүмкіндігіміз болса қосымша нәпіл намаздарымызды оқып, мүмкіндік болса Құран кәрімді оқып, міне осы нәрсеге біз қатты көңіл бөліп, сол бізді алаңдату керек. Құран кәрімді оқу демекші, Рамазан айы өздеріңіз білесіздер, Құран түскен ай. Бұл айда Алла тағала Лаухул Мафхузға сақталған кітапқа Алла тағала Құранды түсірді. Және Жәбірейіл періште арқылы рет-ретімен осы аяттарды уахи етіп, пайғамбарымызға, Алланың оған игілігі мен сәлем болсын, пайғамбарымызға сол уахи етіп жеткізілген болады. Сондықтан бұл Рамазан айын қадір қасиетін біз қатты түсінуіміз керек, Құран кәрім оқу арқылы. Өйткені Жәбірейіл періште, біле беріңіздер, құрметті жамағат, Жәбірейіл періште әр Рамазан айында ардақты пайғамбарымызға Құран кәрімді оқып, үйретіп, бірге оны қайталап оқитын еді. Бас аяғы толығымен оқып шығатын еді. Міне солай істейтін еді. Оны істеудің себебі
Ардақты пайғамбарымыздың Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, Құранды білмегендігінен емес, яғни Алла елшісінің Құран кәрімдің не екендігін, оның мазмұны қандай екенін білмегендіктен емес, оны қадір қасиетін түсіну үшін, соны жан тәнімен өткізу үшін Жәбірейіл алейхиссалам пайғамбарымыз Алла елшісі екеуі бірге осы Құранды бірнеше мәрте бас аяғы Құран хатым етіп оқып шығатын еді. Мына Рамазан айы сіздерге мәлім болғандай хижри жыл санауы бойынша ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларымен Мекке шаһарынан Мәдина Мұнауараға хижрет еткеннен кейін екінші жылы парыз етілгенін білесіздер. Сол екінші жылда парыз еткеннен кейін 9 жыл бойы ардақты пайғамбарымыз Рамазан айын ұстап өтті, бас аяғы оразасын. Және сахабалар, қасындағы сахабалар осы Рамазан айын ұстайтын еді. Және осы 9 жыл ішінде Құран кәрімді хатым етіп оқып шығатын еді Жәбірейіл періштемен. Міне сол бізге үлгі болып, біз де Рамазан айын пайдаланып, Құран кәрімге көңіл бөліп, соны оқып өтіп шығуға мән беруіміз керек. Пайғамбарымыз алейхиссалам оразасын ұстаған кезінде қандай еді? Пайғамбарымыз ерекше сабырлық танытқан еді, және ерекше жомарт еді. Оның жомарттығы сол, ол садақаның жай күндері қалай беретін болса, Рамазан айында сол садақа амалдарын, ізгі істерін одан да бетер көп істейтін еді. Және пайғамбарымыз алейхиссалам егер Рамазан айында сапарға, бір жерге жолға шығатын болса, ұзақ сапарға шығатын болса, ол кей кезде аузын ашатын еді, ал кей кезде егер жағдай болып жатса, яғни мүмкіндік болып жатса, кейде аузын бекітетін еді. Осы істеу арқылы Алла елшісі, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, Алла тағаланың өзінің құлына берген жеңілдігін көрсетіп нұсқаған еді. Бірақ алайда өкінішке орай біздің мұсылман бауырларымыздың арасында мынандай бір жағдайлар кездеседі. Алла тағала беріп жатқан жеңілдікті пайдаланбастан өзінің сапарында аузын ашудың орнына ол бекітіп ары қарай ұстайды. Мен ұстай аламын деп оразаны. Бірақ оның сапар егер қиын болса, күрделі болса, сондай бір ұзақ сапар болатын болса, шөлдеп, қарны ашып, сондай бір қиын жағдайда болатын болса, немесе денсаулығына бір зақым келетіндей бір жағдайда болатын болса, ондай құлы сапарында, момын мұсылман сапар кезінде аузын ашқандығы дұрыс. Өйткені Алла елшісінің өзі, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, сапарда солай істейтін еді, және соны бізге үйреткен еді. Міне осыны біз түсінгеніміз дұрыс. Ардақты пайғамбарымыз ораза ұстаған сәтте аузашар келген кезінде, аузашардың алдында ұзақ уақыт дұға ететін еді. Алақанын жайып, Алладан сұрайтын еді, және бізге өсиет етіп айтатын еді. Аузашар кезінде, аузашар сәтінде дұға етіп, Алладан көп сұраңдар. Өйткені аузашатын сәтте Алла тағала дұғаны қабыл етеді. Әсіресе қатты қабыл етеді. Міне осыны біз түсініп, аузашарға дейін Алла тағаладан дұға етіп, өзіміздің ойымызда жүрген, өзіміздің былайша айтқанда мұқтаждығымызды, қажетімізді Алла тағаланы сұрай беруіміз керек. Ұялмастан Алла тағаланы нені қалайтын болсаңыз, егер ол арамға апаратын, харам нәрселерге итермелейтін нәрсе болмаса, кез келген бір жақсылықты, ізгілікті, игілікті Алладан сұрап дұға еткеніміз жөн болмақ. Және әрине момын мұсылман болғаннан кейін біз өзімізден көрі басқаларды да ұмыт қалдырмағанымыз жөн. Біздің жанымыздағы жүрген бауырларымыз, біздің жанұямыз, ағайын туыстарымыз, барлық момын мұсылман жамағаты, барлығы үшін біз дұға етуіміз керек. Біз білмейміз ғой, Алла тағала қайсы біріміздің дұғамызды қабыл етіп жіберетінін. Мүмкін дәл сіздің жасаған аузашардағы дұғаңыз арқылы Алла тағала бүкіл момын мұсылмандардың дұғасын қабыл етер. Дәл сіздің жасаған дұғаңыз арқылы мүмкін өзгеріс болар, жақсылыққа өзгеріс болар, ізгілік болар, қуаныш болар. Міне осы нәрсеге себепші болуымыз үшін біз әрқайсымыз қолымыздан келгенше дұғада болуымыз керек. Пайғамбарымыз да соны жасайтын еді Рамазан айында. Ал ауыз ашқан сәтте, ифтар кезінде, ауыз ашар кезінде, ол пайғамбарымыз хадисте келеді Айша анамыздан, ардақты пайғамбарымыз Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, ауыз ашып жатқан сәтінде құрмамен ауыз ашатын еді. Яғни
құрманың тақ санымен ашатын еді. 1, 3, 5 санымен құрманы жеп ауыз ашатын еді. Ал егер құрма болмай қалған сәтте сумен ауыз ашатын еді. Пайғамбарымыз, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, өзі де айтады басқа хадисте: ауыз ашқан сәтте құрмамен ашыңдар. Егер құрманы таппасаңдар, онда сумен ашыңдар. Өйткені су адам ағзасын тазартады деп айтқан. Міне, қадірлі жамағат, ауыз ашар сәтінде осы құрмамен ашып, сумен ашқанымыздың өзінде де бір берекет бар, қуаныш сәті бар. Момын мұсылманның, ардақты пайғамбарымыз айтқандай, момын мұсылманның екі бір үлкен қуанышы бар, қуанышты сәті бар. Біріншісі ол ауыз ашқан сәті, екінші Алламен жүздескен, Алламен кездескен сәті дейді қиямет қайымдағы. Қараңызшы, Алламен жүздесу сәтінің ұлылығын біз білеміз, біз түсінеміз, қаншалықты маңызды екенін. Біздің о дүниеде Алла тағала бізді қабылдауын өзінің құзырында. Алланың алдында біз болуымыз, Алла тағаламен жүздесуіміз, кездесуіміз, Алла тағала бізді күнәларымызды кешіріп, мархамет етіп, жәннатқа, мәңгілік мекен, рахат мекені болған жәннатқа бізді кіргізуіміздің сәтін біз асыға күтетініміз ақиқат. Сонымен қатар осымен осындай үлкен бір ұлы нәрсемен теңестіріп айтып жатыр пайғамбарымыз алейхиссалам. Біріншісі ол не? Ауыз ашқан сәті момын мұсылман қуанышты сәті дейді. Неге? Өйткені дәл осы сәтте Алла тағала момын мұсылманның дұғасын қабыл етеді, мінәжатын қабыл етеді. Момын мұсылман мен үшін, құдси хадисте айтқандай, мен үшін жеп ішуден тыйылды, мен оның сауабын берушімін дейді Алла тағала. Міне осы нәрсені біз түсінгеніміз дұрыс, түсінгеніміз жөн. Жаңа айтып өткендей, Рамазан айы Құран айы. Құранды біз оқып өтетін болсақ, Құранға мән беретін болсақ, ол аса маңызды бізге. Және нәпіл ғибадаттардың ішінде тарауих намазы, 20 ракағат тарауих намазы. Біздерге хадистермен жеткен Омар ибн Хаттаб, Алла тағала одан разы болсын, сахабалармен бірге 20 ракағат тарауих намазын оқыған еді. Яғни пайғамбарымыздан көргенін іс жүзінде атқарған еді. Және біз де сол тарауих намазын оқимыз. Тарауих намазын оқығанда біз қазір білеміз, карантиндік жағдайға байланысты уақытша мешіттерде тарауих оқылып жатқан жоқ. Сондықтан біз сол тарауих намазды әрқайсымыз үйде оқиық. Алламен жеке, қайта өзіңіз үйде оқысаңыз, Алламен жеке қаласыздар. Сіздің ғибадатыңызды Алла тағала көріп тұр. Алла тағала бар нәрсені көруші, естуші, білуші. Біздің намазды, жаңағы тарауих намазы болсын, кейбір жекелеген намаздарды болсын, мешітте жамағатпен оқымауымыз, Алла тағала оны барлығын көріп білуші, оның себебі бар екен, оның үзірі бар екендігін Алла тағала бізден де жақсы біледі. Сондықтан біз үйлерімізде тарауих намазымызға мән берейік. Түнгі тахаджуд намазымызға мән берейік. Ардақты пайғамбарымыз, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, ол жаңағы тарауих намазынан бөлек түнгі намаздарға да көңіл бөлген болатын. Аяғы іскенше түнде тұрып Аллаға ғибадат жасап намазын оқитын еді. Одан сұраған кезінде, Айша анамыз, сіздің күнәларыңыз кешірілген ғой, сіз неге өзіңізді сонша қинайсыз деген кезінде, мен шүкір етуші, Аллаға шүкір білдіруші құлдарынан болмаймын ба деп айтатын еді. Міне, құрметті жамағат, мынау ораза кезіндегі ардақты пайғамбарымыздың атқарған амалдары бізге үлгі болмақ. Біз де осыны түсініп, осыған мән беріп, амал жүзінде іске асыруға талпынайық, соған асығайық. Және де Рамазан айындағы пітір садақасы бар. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам осы Рамазан айының ішінде немесе айт намазына дейінгі сәтте осы пітір садақасын беретін еді. Әрбір мал жан үшін, яғни мал жан дегеніміз, үлкен кіші адам баласы, ер адам, әйел адам, тірі болған жанұядағы барлық жанұя мүшелеріне пітір садақасын беруді нұсқайтын еді. Өзі де соны жасайтын еді. Бізге сол нәрсе үлгі болмақ. Мүмкіндігі бар азаматтар, мүмкіндігі бар момын мұсылмандар жағдайы болып жатса, осы
айт намазына дейін пітір садақаларын беріп қалуды да ұмытпаған жөн. Өйткені ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам да осыны істеген еді. Міне, сіз бен біз қазір Рамазан айының ақырғы 10 күндігіндеміз. Соңғы 10 күндігіндеміз. Осы күнді біз барынша қатты көбірек пайдаланып қалайық. Хадистерде келеді, ардақты пайғамбарымыздан Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, Рамазан айындағы қадір түнін соңғы 10 күнінің тақ түндерінде іздендер деп айтады. Яғни 21-ші, 23-ші, 25-ші, 29-ші, 27-ші түндерінде біз осы Рамазан айының қадір түнін іздеуіміз керек. Іздеуіміз керек дегеніміз осы түндерді тірілтуіміз керек. Осы түндерді ұйқысыз өтуіміз керек. Осы түндерде Аллаға ғибадат жасап, Алладан дұға тілектер тілеуіміз керек. Алла тағала біздердің ішіміздегі, сыртымыздағыды, нені қалайтынымызды, нені ойлайтынымызды бәрін білуші. Ал енді көп риуаяттар бойынша 26 мен 27-шіне қараған түнінде қадір түні болады деп айтады. Сондықтан біз де осы түнге әсіресе қатты мән береміз. Біз де, сіздер мен біз де осы түндерде құлшы ибадатты жасап, Құран оқып, зікір етіп, Алланы мақтап, мадақтап, Аллаға тасбих айтып, пайғамбарымызға салауат айтып, дұға өткізіп, Алладан барлық нәрсені сұрайтын болсақ, нәпіл намаздарымызды оқитын болсақ, міне осы нәрсе бізге нұр үстіне нұр болмақ. Және құрметті жамағат, иътикаф деген нәрсе бар. Оны арамыздағы кейбірі білет, кейбірі естімеген. Иътикаф дегеніміз пайғамбарымыз Алла елшісі осы Рамазан айындағы ораза сәтінде атқарған істердің бірі мешітте ақырғы 10 түнінде түнейтін еді мешітте, иътикафта. Яғни барлық дүниелік істерді тәрк етіп, осы мешітте өткізіп, ғибадатын жасап, Аллаға бет бұратын еді. Міне осы иътикафты қазір біз уақытша, карантиндік жағдайларға байланысты, пандемияға байланысты уақытша мешітте жасай алмаймыз. Бірақ біз үйімізде істей аламыз иътикафты. Егер біз үйде отырып иътикафқа ниет ететін болсақ, Алла тағала иътикаф жасауға ниет еттім деп түнде құлшы ғибадат жасап, үйде осы иътикаф ниетімен нәпіл ғибадаттарымызды істейтін болсақ, Алла тағала әлбетте ол ісімізді қабыл етеді. Өйткені бұл жағдай бізде үзірлі себеппен, белгілі бір себеппен солай жасалып отыр. Сондықтан осыған біз мән беруіміз керек. Көп бауырларымыз қателеседі. Көп бауырларымыз, ойбай, осы Құдайға шүкір, Аллаға шүкір, осы бізде мешіттер ашылынды ғой. Жамағатпен қазір сыртта оқып жатырмыз, арақашықтықпен. Жамағатпен міне осы аптада бүгін өзінде жамағатпен жұма намазын оқып жатырмыз. Аллаға сансыз шүкірлер болсын. Көп бауырлар былай дейді: ой, мешіт жабық тұр, біз ғибадат жасай алмаймыз, енді оқи алмаймыз. Сізде басқа мүмкіндіктер бар. Сіз үйде отырып сол ғибадатыңызды жасасаңыз болады. Үйде отырып көбірек құлшы ғибадат істесеңіз болады. Алла тағала барлық нәрсені қабыл етеді ғой. Біз соған кәміл сенуіміз керек. Өйткені хадисте айтады: кім иманмен және Алладан шынайы сауапты үміт ете отырып Рамазан айында намаз оқитын болса, яғни тараух намазын оқитын болса, Алла тағала өткен кеткен күнәларын кешіреді дейді. Кім иманмен және Алладан сауапты үміт етіп қадір түнін қарсы алатын болса, Алла тағала оның өткен кеткен күнәларын кешіреді деп айтады. Бірақ хадисте айтпайды ғой, оны міндетті түрде мешітте жасау керек деп хадисте айтпайды ғой. Яғни біз егер оны мешітте жасай алмасақ, оны біз үйде жасай аламыз. Үйге келіп бізді ешкім тыйым салып жатқан жоқ оны орындаудан. Біз егер нәпсінің қалауымен, шайтанның уәсуасымен егер біз әлсірейтін болсақ, жоқ, біз мешітте оқылып жатқан жоқ, үйде де оқымайым, мешітте жасалып жатқан жоқ, үйде де жасамайым десек, ол өзіміз үшін кемшілік, өзіміз үшін айып. Сондықтан, құрметті жамағат, Рамазан айындағы осы мүмкіндіктерді біз қатты пайдаланайық. Ардақты пайғамбарымыз, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, Рамазанның қаншалықты мол мүмкіндік екенін бізге өзінің өмірімен, өзінің қызметімен, өзінің үгіт насихатымен көрсетті, бізге үлгі болды. Ендеше сіз бен біз де осы Рамазан айын ардақты пайғамбарымыз сияқты, Алланың игілігімен сәлемі болсын, соған ұқсап,
сол сияқты ғибадат жасауға амал әрекет жасайық, соған талпынайық. Алла тағала баршамыздың құлшылық ғибадатымызды қабыл етсін, кемшіліктерімізді, күнәларымызды кешірсін. Ва ахиру дауана анилхамдулиллахи раббил аламин ва салату ва саламу аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амин.